нағыз қазақтың боксы деп мақтанып, ұялмай айтатын жекпе-жектерімізді сағындық қой. 2012 жылдарға қайта оралып, Серік Сәпиев жайлы айтайықшы бүгін. Ассалаумағалейкум соққардасын көрермендері. Біз бүгін сіздермен 2012-2005 жылдар аралығына оралып, сол жылдардың чемпионы, абсолютті фавориті саналған қазақ боксының лицосы дейді ғой, ең керемет жігіттерінің бірі Серік Сәпиев жайлы сөйлесеміз. Жалпы бұл жігіт 1983 жылы 16 қараша күні Қарағанды облысында дүниеге келген, осы жақын арада 40-қа да келеді екен Серік Сәпиев ағамыз. Енді Серік Сәпиев ең бірінші бұл Вэл Баркер кубогының иегері ғой. Сондықтан бұл жігіт жайлы енді бәрін тәптіштеп тұрып, жақсылап тұрып айтайық. Вэл Баркер кубогы білесіздер, 1996 жылы Василий Жиров, 2004 жылы Бақтияр Артаев иеленген болса, араға қайтадан тағы бір олимпиададан кейін міне біздің Серік Сәпиев алған болатын. Одан кейін біз Вэл Баркер кубогында тіпті олимпиаданың алтынына да зар болып қалдық. Енді оның барлығын қоя тұрып, позитивті түрде біз Серік Сәпиев жайлы кеңінен ақпараттандырайық. 11 жасында боксты бастаған, спорт және туризм мамандығының магистр дәрежесіне дейін, яғни магистратураға дейін оқыған. Бапкері Александр Стрельник 2005 жылы 60 килограммда Қазақстан чемпионатын жеңіп, ұлттық құрамаға алынады. Сол жылдан бастап өзінің кәсіби мансабы басталды, 2005 жылдан бастап. Енді бұл енді 22 жасында алғаш рет чемпионатты жеңіп отыр ғой, Қазақстан чемпионатын. Содан бастап енді ары қарай үлкен дәрежедегі жарыстардың барлығын жеңді. 60 килограммда ел ішкі біріншілікті жеңіп алған болса, 64 килограммға бірден ауысып, екі рет 2005 және 2007 жылдары екі дүркін әлем чемпионы болған. Екі дүркін. Енді бұндай дәреже қазақстандықтардың арасында онша адамда жоқ. Екі дүркін Азия чемпионы атанған. 2007 және 2009 жылдары екі рет Азия чемпионатын жеңді. Одан бөлік 2009 жылы 69 килограммға ауысып, яғни 2008 жылы олимпиадаға барды және олимпиадада 1/4 ойындарында Қытайда жеңіліп қалды және өте бір қайғылы жағдай болды ол жерде. Яғни қандай? Негізі біз жеңіп тұрған едік. Және содан бізге жеңіс бермеді. Одан Серік Сәпиев қатты ашуланды. 64 килограммнан 69 килограммға ауысты және салмағын ауыстыра салып 2009 жылы ол қола медаль алды әлем чемпионатында. Одан кейін 2011 жылы әлем чемпионатында күміс жүлдегер атанды. Және содан кейін араменде 2010 қола, күміс әлем чемпионаттарында және олимпиадада 2012 жылы ол алтыннан алға таққан болатын. Және бұл тарих біздің мәңгі жадымызда сақталады. Себебі сол кездегі жалпы тарихқа бір сәт назар аударатын болсақ, енді ол кезде очкомен есептеді ғой. Не деген жалын, не деген жеңіске деген құштарлық екендігін барлық жекпе-жегінен көруге болады. Мысалы, бірінші жекпе-жегінде 25-11 очкосымен жеңген. Яғни екі есе бір бас жоғары деген міне осындай. Екі есе көп ұрасың, содан кейін жеңісті саған амал жоқ береді. Қандай саясат жүріп жатса да ол жерде жеңісті саған береді. Екінші жекпе-жегінде 20-9 деген нәтижемен, яғни бұл жерде де екі есе басымдықпен жеңген. Үшінші, яғни жартылай финалда 18-12 деген шөт тіркелген. Яғни осындай басымдылықтармен жеңіске жетіп отырған және финалда енді бұл кезде енді көзімізге жас алатындай керемет финал. Себебі британиялық өздеріңіз білесіздер, финал Лондонда болып жатыр және соңғы мүмкіндік. Мына жақта басқа да жігіттеріміз күміс қолаларын алып жатыр. Ал бізде финалда осы Серік Сәпиев қалды және Серік Сәпиев енді Фрэнди Эванс есімді британиялықпен жекпе-жек өткізді, шықты. Жекпе-жек басталғаннан соңына дейін үздіксіз, тоқтаусыз әрекет етті. Тоқтаусыз жекпе-жекті өз басымдығымен өткізді. Тіпті енді бірінші, екінші раундтарда Серік жеңгенін біледі ғой. Төрешілер айтады ғой, бапкерлер айтады. Содан кейін үшінші раунд кішкене қашып жүріп, былай ойнақтап жүріп боксыз болады ғой. Жоқ, ондай нәрсе жоқ Серікте. Ол тек қана тоқтаусыз аяқта тұрып алған, секіріп жатыр. Ана жерде енді ана секірістерге сенің жан дүниең тебіренеді, жанкүйер ретінде қуанасың, мақтанасың. Дәл осындай қазақ спортшысы дәл қазір әнұранымызды шырқатайын деп тұр. Ал ол сәтте ол қателікке бой алдырмау керек. Ол бар күш жігерімен нокдаунға түспей керек, басқа болу керек.
Ол бүкіл күш жігерімен, жан дүниесімен Олимпиада алтынын алғысы келді және сол арманына дәл сол сәтте жетті. Соңғы секундтарға дейін, соңына дейін жақсылап тұрып жекпе-жек өткізіп, ол жекпе-жектердің барлығын жеңіп алды. Әрбір раундтың әрбір сәтінде Серік Сәпиев жеңді және содан кейін жеңісті қалай бұрмалағың келсе де бұрмалай алмайсың, себебі бүкіл әлем саған қарап отыр. Және осы сәттен бастап біз 2012 жылы Олимп шыңын тағы бір рет 69 килограммда қазақтың салмағы екендігін тағы бір дәлелдедік. Керемет жекпе-жек, керемет кездесу, керемет Олимп шыңы. Әнұран шырқалды. Біткеннен кейін, яғни финалдық кездесу біткеннен кейін Серік Сәпиев бар жан дүниесімен айқайлап жіберді. Енді бұл сәтте шынымен де бүкіл қазақтың деребесі қозып, жалпы боксқа деген, қазақ спортшыларына деген құрметі ерекше артып кеткені сөзсіз. Бұл жеңіс біздің есімізде мәңгі қалады. Бұл жеңіс біздің жадымызда мәңгі сақталады. Дәл осындай керемет манерда жекпе-жектеріміз өте берсе екен дейміз. Қазіргі спортшыларымыз дәл осылай жеңісті берсең жолыңнан, бермесең қолыңнан деп тұрып атасына алып қойып отырса жақсы болатын еді. Енді эмоциямен айтып жатырмын, барынша дұрыс түсініңіздер. Енді Серік Сәпиевтің жалпы отбасына және қызықты оқиғаларына кішігірім тоқталайық. Ең бірінші, Серік Сәпиевтің анасы бухгалтер, әкесі қарапайым шахтер, яғни қарапайым адамдар, және одан бөлек екі ағасы, бір әпкесі бар, және бұдан бөлек әпкесі, әкесі, екі ағалары барлығы да боксқа қатысқан. Бір қызығы, Серік Сәпиевтің әкесінің екі ағасы болған, біреуі халықаралық дәрежеде бокстан спорт шебері, ал біреуі еркін күрестен СССР арасындағы спорт шебері. Яғни жалпы отбасында ауылы алыс емес спорттан. Енді Серік Сәпиевтің қазір 3 қызы бар. 3 қыздың әкесі бақытты отбасын құрап отыр. Одан кейін де 2012 жылдан кейін де спортпен айналыспаса да, өзі Қазақстанға белгілі салаларда астан арлас және де басқа да қызметтерде, лауазымды қызметтерде болды. Ел үшін енді еңбек етіп жүр. Одан бөлек 2021 жылы боксер атты фильм шыққан болатын. Бұл фильмнің негізгі сценарийі осы Серік Сәпиевке арналған. Серік Сәпиевтің тарихи жолынан алынған. Сондықтан Серік Сәпиев үшін түсірілген кино десек қателеспеген боламыз. Фильмді көрмеген болсаңыздар көріңіздер, ал көргендер болса комментарий жазыңыздар. Бүгінгі шығарылым сіздерге ұнады ма? Ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Арнаның дамуына сіз де өз үлесіңізді қоса беріңіз. Біз әрбір күн сайын сіздерді қуанту үшін тамаша шығарылымдар шығаратын боламыз. Спорт жаңалықтары, спорт талдаулар, спорт болжамдарын барлығын біздің арнадан таба аласыздар. Қазақ спортшыларының соққылары әлемді бағындырсын. Қазақстан жеңсін.